Арма. Тарихы терең қазалы елі. Біз жаңалықтар легін бастаймыз. Эфир тізгінінде мен Зарина Оңалқызы. Бүгінгі күні су тасқыны болған аймақтарға 296 қызылордалық құтқарушы аттанды. Оған қоса облыс мекемелерінің 88 арнайы техникасы жіберілді. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың тапсырмасына сәйкес Атырау облысына тағы 100 арнайы техника жолданбақ. Оның 50-і бүгін жолға шығады. Бүгінгі күні су тасқыны болған аймақтарға 296 қызылордалық құтқарушы аттанды. Оған қоса облыс мекемелерінің 88 арнайы техникасы жіберілді. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың тапсырмасына сәйкес Атырау облысына тағы 100 арнайы техника жолданбақ. Оның 50-і бүгін жолға шығады. Облыс әкімі Нұрлыбек Нәлібаев арнайы жиын өткізіп, сала басшылары мен аудан әкімдеріне су тасқыны орын алған Атырау өңіріне техника дайындауды тапсырды. Бүгін 50 техника, ертең 50 техника жолға шығады. Облыс әкімі өз кезегінде өңірімізде жүріп жатқан жол, құрылыс жұмыстарын уақытша тоқтату керектігін, елге келген қиындықты шешу бірінші орында және бұл ортақ мәселе екендігін айтты. Атырау облыстарында жағдай қиын. Осыған байланысты қазір біздің өңірге де бірнеше тапсырмалар берілді. Құрметті әріптестер, біз бұған дейін Ақтөбе облысына, кеше басқа да облыстарға барлық көмектерді жасап жатырмыз. Енді қазіргі таңда 150 миллион теңгеге жуық біз қажетті заттарды жеткіздік. Оның ішінде азық-түлік бар, басқа да қажетті құрал жабдықтар бар. Не сұрады әріптестеріміз, соны мүмкіндігінше жеткізуге тырыстық. Бұған дейін біздің техникаларымыз қазір Қостанай, Ақтөбе облыстарында көмектесіп жұмыс жасап жатыр, тиісті қызметкерлермен бірге. Енді кешеден бастап біз Батыс Қазақстан облысына да жібердік бірнеше техника. Енді бүгінгі таңда бізге Атырауға қосымша тағы да 100 техника жіберуді жаңа тапсырды үкіметте. Біз соны шұғыл түрде орындауымыз керек. Бізде ертең 20-ның үстінде техника кетуге дайын. Қазір енді аудандарға біз тағы да тапсырма береміз. Нарада үлкен аудандар кем дегенде 7 техникадан дайындау керек, мүмкіндік болса 10-ға дейін. Ал Сырдария, Жалағаш, Қармақшы аудандары кем дегенде 5 техника, мүмкіндік болса 10-ға дейін. Ал басқа аудандар кем дегенде 7 техникадан. Енді Қызылорда қаласымен қазір енді өзіміз тікелей жұмыс жасап жатырмыз. Өйткені управлениелер осы жерде, автодорог бар, құрылыс бар, энергетика бар. Оның барлығы қаламен байланысты, сондықтан қаламен бірге барлық мүмкіндікті қарастырып жатырмыз. Негізінен көп техникалар осы қаламен облыстық управлениелерден кетеді. Сондықтан әріптестер, біздегі жаңағы 4 аудан, Шелі, Жаңақорған, Арал, Қазалы, кем дегенде 7 техника қайталап етем. Мүмкіндік болса 10, одан да асырсаңыздар, алғысымызды білдіреміз. Ал енді шағын 3 аудан, кем дегенде 5 техникадан бүгін дайындайсыздар. Оны бізде жүріп атқан құрылыстарымыз бар, жол бар. Елде мынандай жағдай болып атқанда қажет болса оны тоқтата тұру керек. Бірінші кезекте мына елге келген қиындықтар шешіп алуымыз керек. Осы жұмысты сіздер ұйымдастырыңыздар. Болмаған жағдайда жеке азаматтардан енді жалдасаңыздар да осы мәселені шешу керек. Бірақ оларға өтініш айту керек үлкен. Жеңілдіктерін жасасын. Анау елдегі жоқ бағаны айтпасын. Елге келіп атқан бұл нәубат қой барлық жерге. Сондықтан біз осы кезде үлкен бірлікті көрсетуіміз керек. Ертеңде мемлекет басшы жиын өткізеді. Осы жағдайларға байланысты жаңа үкімет басшы жиын өткізіп осы тапсырмаларды беріп жатыр. Біз орындауымыз керек. Бұған дейін де біз өзіміз негіз жұмыс жасап жатырмыз. Қызылордаға Еуропалық одаққа мүше мемлекеттердің елшілері және сыртқы істер министрлігінің өкілдері арнайы жұмыс сапарымен келді. Олар Қызылорда облысының инвестициялық әлеуеті тақырыбында дөңгелек үстел жұмысына қатысты.
Дөңгелек үстел барысында облыс әкімі Нұрлыбек Нәлібаев сыр өңіріне сапармен келген елшілік өкілдеріне алғыс айтып, осы сапардың нәтижелері екі жақты әріптестікті жаңа деңгейге шығаратынына сенім білдірді. Былтыр Қазақстанның Еуроодақ елдерімен өзара тауар айналымы 40 миллиард долларды құрады. 2025 жылға қарай бұл көрсеткішті 50 миллиард долларға жеткізу үшін бізде барлық мүмкіндік бар деп атап өткен болатын. Қазір жасалған игі істер болашақ ұрпақтың баға жетпес мұрасына айналады. Еуропалық одақ мемлекеттері мен Қазақстан арасындағы ашық әрі сенімді дипломатиялық қарым-қатынастар тәуелсіздік алған кезеңнен бастап орнатылды. Еліміз Еуропалық одақтың Орта Азиядағы негізгі инвестициялық және сауда-экономикалық серіктесі. Осы сапардың нәтижелері екі жақты әріптестікті жаңа деңгейге шығаруға оң серпін беретіндігіне сенім білдіреміз. Өздеріңіз білесіздер, тек өңіріміз үшін ғана емес, жалпы Орта Азия мемлекеттері үшін су ресурстары ең басты әрі өзекті мәселе. Қызылорда облысының экономикалық және экологиялық жағдайы халықтың тыныш тіршілігі Сырдария өзенінің деңгейіне, Арал теңізінің жағдайына тікелей байланысты. Сырдарияның 90%-дан астам суы республикадан тыс жерлерден келуде. Оның ішінде Арал өңіріне су көлемі соңынан барады. Осыған байланысты суды үнемді, ұтымды және әрі әділ пайдалану негізгі шарт болуы тиіс. Өкінішке орай, Сырдария өзені бассейніндегі су көлемі жыл сайын азайып келеді. Соңғы жылдары су ресурстарын тиімді пайдалану мақсатында цифрландыру технологияларын және суды аз талап ететін дақылдарды егуді қолға алдық. Осы ретте су қоймаларын жаңғырту және автоматтандырылған басқару технологияларын енгізу бағытында бірлесіп жұмыс жасауға шақырамыз. Нұрлыбек Машбекұлы өз баяндамасында өңірдің инвестициялық мүмкіндіктерін таныстырды. Қызылорда облысында ел тұрғындары тұтынатын күріштің 90% өндіріледі. Өңір өнімі ішкі нарықты қамтамасыз етумен қатар, алыс жақын шет елдерге кеңінен экспортталуда. Өткен жылдың қорытындысымен 20 миллион ақш долларына бағаланған 50 мың тоннаға жуық күріш өнімдері сыртқа сатылды. Арал теңізінің таратылуы жаһандық проблема екенін ескере отырып, халықаралық Аралды құтқару қоры, дүниежүзілік банктер, халықаралық ынтымақтастық жөніндегі Герман қоғамы, ақш-тың халықаралық даму агенттігі, Корея орман қызметі секілді халықаралық ұйымдармен бірлескен жұмыстар жүргізілуде. Құрметті қонақтар, жоғары мәртебелі елшілер, біз бүгін жаһандық тұрақтылықты қамтамасыз ету үшін аса маңызды кезеңде бас қосудамыз. Бұрын соңды болмаған геосаяси оқиғалар, пандемия, салдары, энергия ресурстарының тапшылығы, өмір сүру құнының өсімі, оған қоса климаттың өзгеруі әлемді болжауға келмейтін жағдайларға апаруда. Мұнан бөлек облыс әкімі Арал теңізінің ахуалын баяндады. Теңіз түбінен көтерілетін тұзды құм жақын маңайдағы елді мекендерден бөлек Памир тауы мен солтүстік мұзды мұхиттан табылғаны ғылыми түрде дәлелденген. Құм көшкінін тоқтатудан бірден-бір жолы теңіз ұлтанның көгалдандыру және жергілікті климатқа сай өсімдіктерді егу. Сондықтан халықаралық қорлардың демеушілігімен Арал теңізінің құрғаған алқаптарына сексеуіл егу жұмысы жүргізілуде. Арал теңізінің тартылуы жаһандық проблема екенін ескерген халықаралық Аралды құтқару қоры, дүниежүзілік банктер, халықаралық ынтымақтастық жөніндегі Герман қоғамы, ақш-тың халықаралық даму агенттігі, Корея орман қызметі секілді халықаралық ұйымдар бірлескен жұмыстар атқаруда. Кездесуді қорытындылаған аймақ басшысы өңірде әлеуетті инвесторлар үшін көптеген жеңілдіктер мен артықшылықтар қарастырылғанын айтып, мүмкіндіктерді тиімді пайдалануға шақырды. Бүгін Сырдария өзенінің сол жақ жағалауындағы заманауи үлгідегі жаңа автовокзал ел игілігіне табысталды. Құны 975 миллион теңгені құрайтын бұл кешен жолаушыларға қызмет етіп, жол қатынастарының реттелуіне негіз болады. Мұнда тек автовокзал ғана емес, ірі сауда және тамақтану, тұрмыстық қызмет көрсету орындары, қоймалар, автокөлік жөндеу цехтарда жұмыс істейді. Бәрі де жолаушыларға қолайлы, ыңғайлы, қауіпсіз болмақ. Өткен жылдың шілде айында қаламыздың сол жағалауында құрылысы басталған жаңа автовокзалдың бүгін салтанатты түрде ашылу рәсімі өтті. Заманауи үлгідегі жаңа нысанның ашылуына облыс әкімі Нұрлыбек Нәлібаев қатысып,
қала тұрғындарын құттықтады. Сыр өңірінде мемлекет басшысының үкіметтің қолдауымен барлық тіректі салаларда ауқымды бастамалар жүзеге асырылуда. Өткен жылы аймағымызға арнайы іс сапармен келген мемлекет басшысы Қызылорда қаласынан бастау алатын Ақтөбе қаласына дейінгі Батыс Европа, Батыс Қытай автодәлізін 4 жолақтыға кеңейтуге тарихи шешім қабылдаған болатын. Қазіргі таңда жобалық сметалық құжаттар әзірленуде. Жаңа тарихи жоба осы жылдың тамыз айында басталады деп күтілуде. Ардақты ағайын, құрметті жерлестер, Сырдың бас шаһары тағы да бір әсем заманауи нысанмен толықты. Жол мұраты жету, ақ тілеулі кең пейілді халқымыз қашанда басталатын ұзақ сапардың алғашқы қадамына, жол басына ерекше мән берген. Бүгінгі жаңа автовокзалдың алғашқы жолаушылары да ел ағаларының ақ батасымен жолға шыққалы тұр. Жаңа заманауи автовокзал құрылысын сапалы жүргізген Техаснаска Ремсервис жауапкершілігі шектеулі серіктестік ұжымына Сыр халқының атынан шынайы ризашылығымды білдіремін. Құрылысшылардың қолынан шыққан сапаржайды тек жақсылық жеткізіп, кірісін еселейтін көліктеріміздің легі толастамасын. Ел мен елді, ағайын мен туыстың арасын жалғайтын татулықтың тұтқасы, сауда-саттық пен іскерлік байланыстың алтын көпірі болғай. Сондай-ақ аталмыш нысан құрылысын сапалы жүргізуге атсалысқан мердігер мекеме қызметкерлері облыс әкімінің алғыс хатымен марапатталды. Серіктестігінің жүргізушісі Сыздықов Құттыбай Дүйсенбайұлы, Техаснаска Ремсервис жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің ағаш шебері. Искендеров Алик Асылбекұлы, Техаснаска Ремсервис жауапкершілігі шектеулі серіктестігі монтаждаушысы. Заманауи үлгіде салынған құны 975 миллион теңгені құрайтын жаңа автовокзалдың жалпы сыйымдылығы 200 жолаушыға шақталған. Автобустардың автовокзал аумағына келіп жолаушыларды түсіру үшін 6, ал сапарға шығатындар үшін 11 перрон жұмыс жасайды. Осылайша жаз мезгілінде күніне 3700-ден астам, қыста 1000-нан астам жолаушыға қызмет көрсете алады. Сондай-ақ автобустарға арналып қосымша 30 орын автотұрақ ұйымдастырылған. Облыс әкімінің қолдауымен жаңадан автовокзалымыз салынды. Толық құны 975 миллион теңгеге салынған автовокзал. Автовокзалымыз қазіргі таңда 200 орынға қызмет көрсетеді. Одан бөлек мынау заманауи үлгіде салынған автовокзалдардың бірі. Қазіргі таңда бұл автовокзалдың ішінде мынау жүргізушіге дейін арналған демалыс бөлмелерімен, ана мен бала бөлмелерімен, одан да бөлек мүмкіндігі шектеулі азаматтарға, жандарға арналған көптеген осындай құрылғылармен арналған заманауи автовокзал. Енді қазіргі таңда біздің автовокзалымыз мынау ескі жаңа демей барлық автовокзал бірге жұмыс жасай береді. Енді бұл біздің автовокзалдан 11 бағытта қазіргі таңда Қызылорда облыс аралығында 11 бағытта қызмет көрсететін боламыз, аудан аралықпен. Одан бөлек қазіргі мынау Ташкент қаласына, Өзбекстанға дейін де тағы бір бағытымыз осы жерден шығатын қызмет көрсетеді. Автовокзалдан күнделікті 55 автобус жолға шығып, 124 рейс ұйымдастырылады. Мұнан бөлек Ташкент қаласына 11 халықаралық рейс, 46 ауданаралық Астана, Алматы, Шымкент, Жезқазған, Түркістан, Сарыағаш, Жібек жолы, Ақтөбе және тағы басқа қалаларға 8 маршрут жолға шығады. Сондай-ақ 15 тұрғын тұрақты жұмыспен қамтылады. Сүйеніш Каренов, Иранат Асаутаев, Шәкәрім Жұмағұл, Серік ТВ телеарнасы. Биылғы жылдан бастап Қазақстан Республикасы 2024-2026 жылдар ішінде халықаралық аралды құтқару қорына төрағалық етеді. Осы тұста жан-жақтан келген делегациялар арал теңізін құтқаруға және өңірдің экологиялық жағдайын жақсарту мақсатында Қорқыт Ата атындағы жоғарғы оқу орындарының студенттер сарайында бас қосты. Құрамына Қазақстан, Тәжікстан, Түркменстан және Өзбекстан кіретін халықаралық аралды құтқару қоры арал теңізін құтқаруға және өңірдің экологиялық жағдайын жақсартуға бағытталған бірлескен отырыста кең көлемде талқылау өткізді. Әр аймақтан келген делегациялар құтқару жолындағы өз пікірлерін айтып, ойларын ортаға салып тәжірибе алмасты.
Бүгінгі халықаралық экологиялық форумның осы Қызылорда өңірінде өтіп жатқанының өзі өзекті мәселе. Өйткені бұл экологиялық апат аудандарының бірі. Сондықтан Орта Азия Республикасы, сонан кейін Польшадан, Ресейден, басқа университеттерден өкілдер шақырып, мына конференцияны ұйымдастыру бұл өте өзекті игі істер едім. Өйткені біздің інжу маржанымыз осы Арал, Балқаш, Алакөл болып есептеледі. Сондықтан біз аға буын қазірден бастап болашақ ұрпақтарымызға осы Аралды, осы інжу маржандарымызды алып қалу үшін, соларға жеткізу үшін біз қазір аянбай жұмыс істеуіміз керек. Бүгінгі конференцияның бір мәселесі осы мәселе. Бұны ақпаратта біліп, жер білу керек, жасөспірімдер білу керек. Экологияның мәнін, қазіргі мына бүкіл әлемдік климаттың өзгеруіне байланысты бұрын соңды болмаған табиғи апаттар өріс алуда. Жер сілкіну, су апаттары, су тасқындар, басқа да жауындар аса қауіп келтіріп жатыр. Сондықтан да осы әсіресе Қызылорда өңірінде, Қызылорда университетіне ұйымдастыру мен өте басқа республиканың басқа өңірлерінде де сабақ болар дер едім. Өйткені бұған жаңа білікті жан-жақтан келген ғалымдар өздерінің пікірін білдірді. Енді осы пікірді, осы білімі негізді біз практика жүзеге асыруымыз керек. Сонда біз Арал сияқты біздің інжу маржанымызды болашақ ұрпақтарымызға аман ескен жеткіземіз. Әйтпесе осы Аралдың орнына, Балқаштың орнына шөл даланы жеткізу мүмкін. Біз бұған жол бермеуіміз керек. Біз сол үшін келіп отырмыз. Сондықтан мен осы бүгінгі экологиялық халықаралық форумға өте жоғары баға беремін. Рахмет. Экологиялық бағыттағы жобалар Арал теңізінің құрғаған ұлтанын және қоршаған орта мен су ресурстарының жай-күйін жақсарту болып табылады. Зарина Оңалқызы, Ерғанат Асаутаев, Шәкәрім Жұмағұл, Серік ТВ телеарнасы. Әйтеке би кенттік мәдениет үйінде жас мұғалімдер арасында жайдарман ойыны өтті. Бұл ойында ұстаздар арасында әзіл аралас көріністері арқылы жүлделі орындарға таласты. Қазалы ауданы бойынша мемлекеттік жастар саясатын жүзеге асыру мақсатында және 12 сәуір ұлт мақтанышы, қазақ елінің қазына байлығын ашушы, Қазақстан ғылым академиясының негізін қалаушы әрі тұңғыш президенті алғашқы академик Қаныш Иматайұлы Сәтбаевтың 125 жылдық мерейтойы аясында жайдарман ойыны өткізілді. Бұл кешке Қазалы ауданы бойынша 3 мектептің жас мұғалімдері қатысып, өздерінің өнерлерін ортаға салды. Атап айтқанда, нөмірі 260 мектеп лицей ұстаздары, 258 мектептің Байғожа құрамасы, 219 мектеп лицейінің 219 жастары құрамасы атсалысып, көрермендер мен Әділғазы алқаларын күлкіге қарық болған болатын. Ойын барысында Нұрлыбек Сүлейменов және Азамат Алпамыс ойынға қатысушыларға қазылық етті. Ойын соңында көрермендер арасынан қызықты сұрақтары қойылып, ойыншылардың жауабы қазылар алқасын бір қуантты. Бұл ойында ерекше көзге түсіп, жақсы ойын көрсеткен ойыншылар қазылар тарапынан алғыс хатпен марапатталды. Сонымен қатар 219 мектеп лицей жастары 3-ші орын иемденсе, 258 мектеп Байғожа құрамасы 2-ші орынға жайғасты. Сондай-ақ 266 мектеп лицей ұстаздары құрамасы бас жүлдеге ие болды. Бүгін жастар ресурстық орталығының ұйымдастыруымен, аудан әкімдігінің қолдауымен жас ұстаздар арасында аудандық жайдарман сайысы қорытындыланды. Жайдарман сайысына қатысқан ұстаздарымыз өзінің оқудан да білім беруден де бөлек тыс өнерлерін ортаға салып тартысты ойын болды. Ойын нәтижесі бойынша 266 мектеп лицей ұстаздары жүлделі бірінші орын жеңіп алдық. Бұл біз үшін мақтаныш. Біз ойлаймыз, енді осындай ойындар бала тәрбиесінен бөлек осындай шығармашыл ұстаздардың сайыстары болып тұрса, әрбір мұғалімге тәжірибе болып есептеледі. Сондықтан да ұйымдастырушыларға мың алғыс, алдағы уақытта ұйымдастырылса деген ниетіміз бар. Айта кетейік, бұл жайдарман ойынын ұйымдастырушылары және ойынға қатысушылар демеушілік көрсеткен жас аралы өрендері жастар қоғамдық бірлестігіне алғысын білдіреді. Осындай жастарды қолдаушылар мен демеушілер табылып жатса, жастардың да тынысы терең, өресі биік болмақ. Сүйеніш Каренов, Ерғанат Асаутаев, Шәкәрім Жұмағұл, Серік ТВ телеарнасы. Әйтеке би кентінде мекеме ұйымдары арнайы тазалық жұмыстарын жүргізіп, айналаны күл-қоқыстардан тазалады. Тазалықты жанына серік еткен мекеме қызметкерлері ерекше белсенділікпен көзге түсті. Аудан тазалығына бір кісідей атсалысып, барлық мекеме ұйымдары өз үлестерін қосты. Сенбілік жұмыстарына тек күл-қоқыстан тазалау емес, әктеу, тал көшеттерін отырғызу, көнерген бояуларды қайта бояу жұмыстары кіреді. Табиғаттың тынысын ашу мақсатында арықтар, жол жиектері, құбырлар тазаланды. Аудан басшысы Мейрамбек
Зейнабдинұлының тапсырмасы бойынша біз қазір Аймауыт көшесінде тазалық жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Бұл жерде Әйтеке би кенттік мәдениет үйі және мұражай ұжымы екі ұжым болып бірлесіп осы тазалыққа үлес қосып жатқан жайымыз бар. Ауданның тазалығы, көшенің тазалығы, жанның тазалығы екені белгілі. Сол тазалыққа қайда болса үлесімізді қосайық деген ниетпен барша ұжым болып жұмылып осы тазалыққа үлес қосып жатырмыз. Осындай еліміз таза болсын, еліміз таза болса жанымыз таза болатын сөзсіз. Бәріміз бір үйдің баласындай, бір қолдың саласындай бірге араласып қаланың тазалығына үлес қосайық. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Бұл өткізіліп жатқан сенбілік жұмыстары тұрғындарды табиғатқа деген жақсы қарым-қатынас қалыптастыруға шақырады. Тек мақсат тазалық емес, ұжымды бір-біріне жақын етіп, ауызбіршілікті нығайту. Бүгін сенбілікке нөмірі 11-ші бөбекжай балабақшасы 20 адаммен шықтық. Марғұлан көшесін тазалап жатырмыз. Арықтарға көшеттер егіп, 40 тал ектік, қара талдан 30 тал, сосын иба талынан 30 тал егіп, бүгінгі таңда жігіттер жұмыс жасап жатыр. Арықтың ішін тазалап, мусорларын шығарып, ішінен және де талдарды әктеп, бағандарды әктеп жатырмыз. Осылай ауданымыздың көркеюіне, кентіміздің көркеюіне атсалысып жатырмыз, ұжым болып. Сенбілік жұмыстарына негізгі көшелер Тұрар Рысқұлов, Әлкей Марғұлан, Әйтеке би Желтоқсан көшелері тазаланып, бағаналарға жаңа өң берді. Таза Қазақстан, таза аймақ. Экологиялық науқаны аясында жүргізілген сенбілік жұмыстары өз дәрежесінде өтіп, ауданға жасалған тазалық жұмыстары ойдағыдай аяқталды. Аудан ішінде жүргізіліп жатқан жұмыстар жүйелі түрде алдағы уақытта да жоспарға еніп отыратын болады. Зарина Оңалқызы, Шәкәрім Жұмағұл, Ерғанат Асаутаев. Серік ТВ телеарнасы. Бүгінгі келіп түскен ақпараттар легі әзірге тамам. Арнамыздан алыстап, жаңалықтардан қалысқап жүрмеңіз. Келесі жүздескенше аман сау болыңыздар. Осы және өзге де жаңалықтарды әлеуметтік желілерден біле аласыздар. Серік ТВ жаңалықтар әлемде серіңізге айналсын.